Мұхтар Әуезов атындағы жалпы орта білім беру мектебінің жаратылыстану пәні мұғалімі Алиева Гүлнұр Бақытқызы. Ұстаз тумысынан өзіне айтылғанның бәрін жетік түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселерінің бәрін жадында сақтайтын, олардың ешбірін ұмытпайтын, алғырда зерек ақыл иесі, өте шешен өнер білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны таза және әділ, жұртқа жақсылық жасап, үлгі көрсететін, қорқу мен жасқануды білмейтін, батыл, ержүрек болу керек, деп шығыстың ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фараби ұстаз болмысын айқындаған екен. Олай болса, жауапкершілігі шексіз, қадірі мол, мамандық иесінің ұрпаққа білім мен тәрбие берудегі алар орнын әр мұғалім бар болмысымен сезінгені абзал. Өйткені бәсекеге қабілетті тұлға даярлауда білім сапасын жоғары ұстау керек.